Тәуелсіз ел болып, өз алдымызға дербес мемлекет болғанымызға да міне биыл 30 жыл толып отыр. Мемлекетіміз әлем кеңістігінде өркениетті ел ретінде танымал болып, экономиканы өркендетіп, білім мен ғылымы, өнері мен мәдениеті дамыған, халықтың әлеуметтік жағдайы дүниежүзі мемлекеттерімен теңесу үшін аянбай тер төгіп маңызды жұмыстар атқару әр азаматтың парызы деп білемін. Бүгінгі жаһандану заманы жаңашылдық, жаңа көзқарастар мен өзгерістерге толы. Сондықтан білім беру жүйесін ізгілендіру барысында оқыту үдерісіндегі әдіс-тәсілдер де жаңашылдыққа бағытталуы тиіс. Инновациялық технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Қазіргі кезде білім беру үдерісіндегі жаңа технологияны, оның ішінде ақпараттық технологияны пайдалану материалды түсінікті жеткізуге мүмкіндік береді. Сол себепті де мектепке дейінгі музыкадан ұйымдастырылған оқу қызметінде ғажайыптар әлемінде тақырыбында мен вендиаграмма әдісін қолдандым. Бұл әдіс арқылы балалар интербелсенді тақтамен жекелей жұмыс жасап, ұлттық аспаптар мен шетел аспаптарын жіктей отырып, жалпы аспаптар тобының айырмашылығы мен ұқсастықтарын атап айтты. Сол арқылы білім алушылардың танымдық, шығармашылық, қызығушылық қасиеттері дамып, берілген ақпаратты толық меңгеруі мен өзіндік ой қорытындысын жасауда ұтымды шешім табады. Балалардың сандық, конструктивтік ойлау қабілеттерін даму мақсатында домбыра аспабының шанақ конструкциясы жасап құрастырылды. Балалар командамен бірге жұмыс жасай отырып, ұлттық құндылығымыздың бірі домбыраның құрылысымен танысып қана қоймай, оның негізгі бөлігін өздері жасап, қызығушылықтары одан әрі артты. Балалардың аудиалды және визуалды есте сақтау қабілеттерін ескере отырып, ритмикалық санақ әдісін қолдандым. Бұл әдіс арқылы балалар санай отырып, музыка ырғағына сәйкес қимылдар жасап үйренеді. Ритмикалық санақ әдісі арқылы даярлық, ересек топ балалары шапшаң қимылдауға, ширақ әрі дұрыс іс-әрекет жасауға, сонымен қатар ырғақты есіне сақтауға үйренеді. Сөзімді қорытындылай келе, заман талабына сай балалардың сапалы да саналы білім алуына ықпал етуші құралдарды пайдалануда, жаңа педагогикалық инновацияларды орынды, дер кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу әрбір ұстаздың негізгі міндеті болып табылады демекпін.